Сцена сейтектің ішіндебіз. Бұл жерге қалпайтпасаң 1 тонналық деді, 2 тонналық чоң фильтр бар екен. Ішінде өлі дамды бұлақтың суысында екен. Бұл жер сонда тәйтігі жер кіре берісінен кірді. Бұл жер ашқына екен. Bir malda 700 kişi жейт екен önüne. Яқмена қорса 700-800 адам жейткен тамақ. Маға ең жаққаны айнектен болғаны ішінде мұғалімдер қандай соғып жатқанын көрсең болды. Кейбірімде интроверт мұғалімдер қиын болса керек. Егер де мен мұғалім болған кезде осындай класстар болғаны маған жақмақ. Ол жер отырғың келеді екен негізі. Қарасаң ол жерде елдер екі жаққа басып жүреді, оқып іштеп жүреді. Сен болса ол жерде отырасың. Мен ушул мектепте оқуым келіп кетті адым керек. İştегім де келіп кетті. Мен жүріп көрейінші азыр. Оқырда. Кімде өлі болбайды екен. Байқасаң? Айзе. Негізі менің ойымша мұндай шарттары соның болған мектептер көбейіш керек. Бирок бир нерсе бар. Урматтуу аталуучулар, айылдарға барсаң деле, айылдарда соны мектептер курулган. Мамлекет курган. Жап-жаңы турап. Бирок баягы методика эски болгондугу үчүн, анан ал мектеп бекер болгон үчүн, ошол мектепке жарым жыл, 1 жыл, 2 жылдан кийин барсаң, бир жерлер сынган, бир жерлер талкаланган. Ошо кыргыздын макалы негизи туп-туура да. Бекер окуп аш болбойт. Бекерине мал тапсаң берекеси жок болот деген. Ошон үчүн менин жеке оюм, мектеп бекер болбош керек.